Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз творог және мақ қосылған пирог жасаймыз. Ертілген сары майға қантымызды және жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі қаймақ, сүт және мақ қосып араластырамыз. Келесі ұн және қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын сұйық массамызды осындай май жағылған формочкамызға құямыз. Менде фарфоровый формочка, сіздер силиконовый формочка қолдансаңыздар да болады. Арасында ауа қалып қалмас үшін осылай столдың үстіне кішкене ұрғылаймыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Оған жұмыртқа, қант және творог үшеуін жақсылап араластырамыз. Дайын болған начинканы салмасын сұйық массаның үстіне қасықпен осылай салып шығамыз. градус ысып тұрған пешке пирогымызды салып 50-55 минут пісіреміз. Дайын болған пирогымызды решеткаға видеодағыдай аударып, суытамыз. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы пирогты дайындап көріңіздер. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін менің арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.